Сізге логикалық сұрақтар, қызықты оқиғалар, Алиэкспресстегі тауарлар, қызықты тесттер ұнаса, онда Азик ТВ-ға тіркеліп кетіңіздер. Оның арнасы кішкене пазлға ұқсас және менің басқа сапалы емес арналарды ұсынбайтынымды білетін шығарсыздар. Сол үшін видеосын қарап, ұнаса лайк басып кетіңіздер, бірақ міндетті түрде ұнауға тиіс. Қытай және ғарыш, осы екі сөзді не байланыстыратынын білесіз бе? Қытай әлемдегі 3 ғарыштық державалар қатарына кіреді. Сіз білетін ақш және Ресеймен қосылып. ақшты бәріңіз білетін боларсыз. НАСА, Илон Масктың SpaceX, Безостың Blue Origin компаниясы, одан басқа да Boeing, Bigelow сияқты корпорациялар ақшты басты ғарыштық держава етеді. Ал Ресей біздің көршіміз өзінің протондарымен, союздарымен танымал. Ал Қытай ше, неге ғарышты еске түсіргенде тек Ресей мен Америка еске түседі? Қытайдың да бұлардан аспаса кем емес, мықтылығы бар екенін білесіз бе? 2003 жылы ол мемлекет 3-ші ғарыштық держава саналды. Ал қазір Ресеймен де Америкамен де жаға тірестіре алады. Қытай ең бірінші ұшыруын 1970 жылы іске асырған болатын. Ол жылдан бері Қытай аспанға жүздеген спутниктерін жіберіп үлгерді. 1976 жылы ақ Қытай ғалымдары 3-ші болып спутниктердің кей детальдарын жерге қайтадан сау күйінде қайтару процестерін жасай алды. Бұл сол кез үшін өте үлкен жетістік еді. Негізінде Қытай Халық Республикасының космос программасы туралы айта берсек, тұтас бір деректі фильм шығара аламыз. Бірақ қазір сізге Қытайдың айды, кәдімгі біз білетін жер серігі айды қалай басып алайын деп жатқанын түсіндіретін боламыз. Сонымен Қытай 2007 жылы-ақ айды зерттеу жұмыстарын бастап кеткен болатын. 2013 жылы өздерінің луноходын айға жіберді. Мен луноход деп айта берем, өйткені бұл сөздің қазақша аудармасын таппадым. Ал Google аудармадан сұрасам, iRover деп аударып берді. Алайда бұл американдықтардың луноходтарының атауы болады. Білмесеңіз айта кетейін, Қытайдың 2013 жылы жіберілген Юй-2 атты луноходы 40 жылдан кейін жіберілген алғашқы луноход және 6-шы луноход осыған дейін. Бұған дейін тек кеңестер 2 луноходын, штаттар 3 айлы роверін жіберген болатын. Дәл қазіргі кезде Қытай ештеңеден қорықпай айды барлау жұмыстарын осы бір луноход арқылы жалғастыруда. Қытайдың айды барлау программасы дәл қазіргі кезде ең ірі программа деп айтуға болады. Кішкене тарихқа көз жүгіртейік. Бұған дейін кеңестер Луна, L1 және L3 атты программалары айды зерттеуге жұмыс істеген болатын. Дәл сондай штаттарды да Пионер, Рейнджер, Аполлон, Surveyor және қазіргі НАСАның айды барлау программалары жұмыс істеген. Барлығы дерлік өткен ғасырдың 80-ші жылдарына дейін өз қызметтерін өтеді. Тек одан кейін айы кішкене ұмыт бола бастады. Сондықтан да Қытайдың айды барлау программасы дәл қазіргі кезде айды жандандыруды көздеп жатқан бірден-бір программа. Кішкене детальді қарастырайық. Бастарыңыз әлі ауыра бастамаған шығар, өйткені құнды ақпараттар айтылып жатыр. Қытайдың луноходын айға ұшырған Чанъэ 3 ракета тасығышы болды, және көптеген миссиялар осы Чанъэ аппараттарымен орын алып жатыр. Ал Чанъэ сөзін қытайшадан қазақша аударғанда ұлы жол немесе ұлы көш деп аударылады. Шынымен де Чанъэ аппараттары ұлы жолды жалғастырып жатыр. Чанъэ 1 аппараты 2007 жылы айды бір қарастырып, 1,37 терабайттық ай туралы ақпарат жинап әкелген болатын. Ал екінші Чанъэ 2010 жылы айдың қай жерінде ғарыш кемесі қонуға болатын туралы құнды деректер алып келді. Чанъэ 3 біз жаңа ғана айтып өткен луноходты ай бетіне қондырған болатын. Чанъэ 4 жақында ғана ұшырылды. 7 желтоқсан күні ұшырылды және дәл қазір айдың орбитасында жүр. Оның қызметі дәл Чанъэ 3 сияқты болмақ. Тек айдың арғы бетіне, яғни бізге көрінбейтін бетіне луноход апармақ. Және назарларыңызға мына бір статистиканы көрсетейін. 2018 жылы Қытайлар ең көп ұшырылым жасаған ел болып саналынды. 36 ұшырылымның 35-і сәтті. Бұл өте жақсы көрсеткіш деп айтуға болады. Және мына нәрсені еске сала кетейін. 2000 жылдан бері қарай тек қана Қытай айды барлаумен айналысқан жоқ. Одан басқа да Жапонның Кагуя атты спутниктері және НАСАның Центавр мен басқа да спутниктері айдың орбитасында болып қайтты. Видео соңына жетті және қызықты болды деп ойлаймын. Сіздерге бір ғана өтінішіміз, Скавронның ВК парақшасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Онда да өте қызықты ақпараттар жіберіп отырамыз. Сілтемесі астында болады. Сіздер үшін жай ғана саусақ тигізу, ал біз үшін өте үлкен қуаныш.